Негізі ерте тұрғанды көп адамдар ұнатпайды. Барлығымызға оятқыштың қайталау тетігін баса салып, қайта ұйқыға кету қалыпты жағдайға айналып кетті. Бірақ таңмен ерте тұрған сәттегі сезімді бәрі жақсы көреді. Бүгінгі видеода сіздерге тез оянудың 5 кезеңін көрсететін боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер осы ережелерді қайталасаңыз, таңертең оянуыңыз жеңіл, әрі сергек және бұрынғыдан басқаша болады. Сонымен бірінші кезең: ұйқыға жатпас бұрын ниетіңізді дұрыстаңыз. Таңертең оянғандағы бірінші ойыңыз ұйықтар алдындағы соңғы ойыңызбен сәйкес болады. Мысалы, сіз таңғы 6:30-да тұруым керек, ұйқым қанбайтын болды-ау деген оймен ұйықтасаңыз, таңертең дәл сол оймен көңілсіз оянасыз. Расымен де ұйқыңыз қанбай, біраз уақыт жата тұрайыншы деген ойлар келеді. Сондықтан күн сайын ертеңгі күнге таңертең ұйқым қанып, сергек, әрі тез оянамын деген сияқты жақсы ой қалыптастырып ұйқыға жатыңыз. Екінші кезең: оятқышты төсектен алыс қойыңыз. Егер осы әрекетті жасасаңыз, қайталау тетігін басу үшін орныңыздан тұруға тура келеді. Төсектен тұрған соң амал жоқ оянасыз. Ал оятқышты жақын жерге қойсаңыз, ұйқылы ояу қайталауды қалай басқаныңызды сезбей қаласыз. Үшінші кезең: тісіңізді шайыңыз. Оятқышты өшіріп, тіс шаюға барыңыз. Салқын сумен бетіңізді жусаңыз, немесе душ қабылдасаңыз, толықтай оянудың келесі кезеңіне өтесіз. Төртінші кезең: бір стакан су ішіңіз. Түнгі уақытта сусыз қалған организм шөлдейді. Сол үшін күнделікті таңмен су ішу маңызды. Бесінші кезең: спортпен айналысыңыз. Қарапайым жаттығудың арқасында денеңіз шынығып, көңіл-күйіңіз жақсарады. Осы қарапайым 5 кезеңге бар жоғы 5-10 минут уақытыңыз кетеді. Ал бұл сізге жылдамырақ оянуыңызға, күніңіздің сәтті басталуына өз септігін тигізеді. Бүгінгі видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.